Саламатсызбы Меруерт апай. Қазір Саламатсыз. мұғалімдер қосылу керек еді, қосылмай отыр. Соларды күтіп отырмыз. Иә, жарайды. Кауыт Енді дауысым естіліп тұр ма? естіліп тұр, иә. Аха, жақсы. Саламатсыз Ақмарал апай. Сізден үш мұғалім, сіздер жұмыстасыздар ма? Саламатсыз ба? Жоқ, жұмыстан қайттық уже. Енді қайттық жаңа. Жақсы. Хаким Шакир деген қай мұғалім бізде? Сәлим апай шығар. Жақсы, жарайды. Онда біз бастай берейік. Қосылғандар кейінірек қосылар. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Саламатсыздар ма? Слайд көріне ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Қалдарыңыз қалай демалдыңыздар? Zoom программасы. Еркемай жүргізіп. Жақсы демалдық, рахмет. Жақсы. Сәттілік жаңа тоқсанда барлығына. Барлықтарыңызға сәттілік, жақсы өткізіп тастайық. Ең қысқа 90. Енді сәл шыдап осы Акелюсті де бітіріп тастасақ, осы 90 сонымен жақсы жұмыс атқарған боласыздар. Құдай қаласа, жылдың соңында барлықтарыңызға тиесілі сертификаттарыңыз табысталады жасаған жұмыстарыңыз бойынша. Енді біздің бүгінгі кезекті тақырыбымыз семинардың ол Акелюс платформасы мен станцияларды ротациялау. Мына жерге орыс тілі мұғалімдер үшін орысша жазып қойдым, бірақ қазақша сөйлей берсем ыңғайлы шығар барлықтарыңызға, иә? Екі тілді араластырып. Иә, сөйлей беріңіз. Жақсы. Жалпы станция ротациясы туралы естігенсіздер ме осыған дейін? Станцияларды ротациялау деген. Естімедік. Бұл бізде қазір аралас оқу дейді ғой, смешанное обучениедегі жаңа модель. Негізі бұрыннан бар, бірақ қазір енді қарқын алып жатқан оқыту методикасы. Қандай болжамдарыңыз бар? Қалай жасайды деп ойлайсыздар? Станцияға бөлу Басында деген. бастағанда 3 станция бар еді ғой бізде. Солар ма? Солар арқылы оқыту ма? Иә, дұрыс айтасыз. Яғни біз сабақты кәдімгі традиционный методтан бөлек әртүрлі методика пайдаланып өткізсек болады. Өткенде біз төңкерілген сабақты өттік. Осы жолы бүгінгі тақырыбымызда ол сыныпты станцияға бөлу. Яғни оны қалай жасаймыз? Және бірінші станция ротациялау дегеніміз не? Ол аралас оқыту түрі. Онда біз сыныпты әртүрлі станцияға бөлеміз. Ол сіздің өзіңіздің шеберлігіңізге және сыныптағы балалардың білім деңгейіне және санына байланысты. Сіз 2 станцияға, 3 станцияға, 4 станцияға бөлсеңіз болады. Бұның мақсаты қандай? Ол оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру, жеке оқытуды жүзеге асыру, яғни жалпы біздің барлық істеп жатқан методикамыздың сайып келгендегі мақсаты оқушының жеке оқытуын жолға қою, яғни баланы біз тек фасилитатор ретінде балаға жол сілтеп, оның өзіндік қызығушылығын, өзіндік оқуға деген қызығушылығын арттыру. Соның бірі осы методика. Бұл жерде оқушылар өздері жеке дербес жұмыс жасайды, цифрлық ресурстарды пайдалану түрін қолдансаңыз болады. Яғни ол біздің тарапты Акелюсті пайдалану. Сіз не істейсіз? Сіз сыныпты 3-4 станцияға бөлесіз, жаңа айтып өткендей. Ол бірінші станция, екінші станция, үшінші, төртінші станция деп. Және де оны тағы да өзіңіз сабақтың тақырыбына, мақсатына қарай бөлесіздер. Мына жерде көрініп тұр ғой сіздерге? Оқып ойларыңызбен бөлісесіз ба? Қалай жұмыс жасауға болады? Ой пікірлеріңіз болса, осы беттегі. Қалай жүзеге асыруға болады деп ойлайсыздар? Қараңыз, бірінші станция мысалға біз 4 станцияға бөлеге, мен алған мысал бойынша. Яғни сіз баланы 4 топқа бөлесіз, әр топтың өзінің атқаратын жеке жұмысы болады.
Және де әр топ осы 4 топтың істейтін жұмысын кезек-кезек істейді. Мысалға, бір станцияны бөліңіз, әкелу станциясы. Ол жерде сіздің тақырыпқа байланысты бала өзі жеке жұмыс жасайды планшеттермен. Оларға планшет таратып бересіз, тапсырма бересіз. Яғни осы топ А тобы, мысалы А тобы сіздер әкелу іспен жұмыс жасайсыздар. Мысалға 45 минут болса, оның әр топқа 10 минуттан. Мысалы 10 минут бойынша әкелу станциясымен жұмыс жасайсыздар. Бүгінгі тақырып мысалға ежедневный, повседневный рутина немесе там ағылшын тілінен өзіңізге қолайлы сабақты айтасыздар. Осы әкелу станцияны ашамыз планшеттен 41-ші сабақтағы грамматика, тыңдалым, айтылым тапсырмасын орындайсыз дейсіз сабақтың барысында. Екінші станция ол мұғалім станциясы. Яғни бұл жерде сіз екінші топтың оқушыларына өзіңіз жаңа тақырыпты түсіндіресіз. Яғни бір топпен ғана жұмыс жасайсыз. Бір топтың қасына жеке барып, соған тақырыпты түсіндіресіз. Сол жақтағы әр баламен жеке-жеке жұмыс жасайсыз. Яғни сіз сыныбыңыздағы топқа бөлгенде, әр топта мысалға 5-5-5 баладан 20 бала болса, сіз 5 оқушыға жеке ғана 10 минут сол балаларға өзіңіздің көңіліңізді бөлесіз, сабақты түсіндіресіз. Одан кейін үшінші станция ол тәжірибе станциясы. Бұл жерде балалар өздері тапсырма орындайды. Өздері тапсырма бересіз, солар тапсырма жасайды. Ол топтық жұмыс болуы мүмкін, ол жеке жұмыс болуы мүмкін, ол да сіздің бағыттауыңыз бойынша. Және төртінші топ ол өзіндік жұмыс жасайды. Бұл жерге де сіз балаларға тапсырма бересіз, олар өзіндік тапсырмалар жасап отырады. Енді біз 4 станцияға бөлдік, әрқайсының атқаратын міндеттері әртүрлі. Сіз сабақтың басында ұйымдастыру бөлімінде топқа бөлдіңіз, әрқайсысы жеке-жеке түсініктеме жүргіздіңіз. Осы топ осындай жұмыс жасайды, осы топ осындай жұмыс жасайды деген сияқты. Одан кейін 10 минут өткеннен кейін сіз топтардың рөлін ауыстырасыз. Мысалға, сіз бірінші станция А тобы әкелу іспен жұмыс жасаса, 10 минуттан кейін ол келесі топқа, яғни мұғалім станциясына өтеді. Мұғалім станциясына сіз сол балаларға барып сабақты түсіндіресіз. Яғни сіз бір 45 минуттың 5 минутын ұйымдастыруға жұмсадық десеңіз, 10 минут сайын, әр 10 минут сайын әр топқа жеке-жеке барып, сол балалармен тығыз жұмыс жасайсыз. Сонда әр топтың оқушылары бір сабақ ішінде 4 түрлі топтың жұмысын атқарады. Олар мұғаліммен жеке қатынаста сабақты түсінеді. Екінші әкелу станциясымен өздері жұмыс жасайды. Тәжірибе станциясы мүмкін. Ол жерде сіз балаларға егер сыныптың деңгейі жақсы болса, жаңағы ғылыми жұмыстарды берсеңіз болады, зерттеу берсеңіз болады, бір деген салыстыру деген сияқты тапсырма берсеңіз болады. Үшінші өзіндік жұмыста бала ол түсінген тақырыбы бойынша сабақта үйренгені алдыңғы сабақтағы, яғни соның бәрін жүйелеп келіп, өзі жеке жұмыс жасайды. Түсінікті ма? Нүкте, иә, таксономия бұлыма бойынша сияқты ғой. Жеңілден қиынға қарата барады екенбіз ғой, иә. Жақсы, өте жақсы, барлық сынып қамтылады. Сол сияқты. Бірақ енді бұл жерде тағы да ескере кететін нәрсе, сіз сыныпты станцияға бөлгенде сыныптың деңгейін ескеріңіз. Мысалға, бір сыныпта А деңгейлі, Б деңгейлі, С деңгейлі оқушылар бар, иә. Егер сіз мысалға А деңгейлі оқушыға тәжірибе станциясын бірінші кезекте берсеңіз, ол балалар жұмыс жасай алмауы мүмкін. Сіз сол үшін станцияның ретін балалардың деңгейіне қарай қойыңыз. Мысалы, А деңгейлі балалар болса, сіз оған бірінші станцияны мұғалім станциясы қойып қойсаңыз, ол өте ұтымды жағдай болады. Мысалға, А деңгейлі балаларға мұғалім станциясын қойдыңыз, 10 минут бойы соларға көңіл бөлдіңіз, түсіндірдіңіз сабақты. Одан кейін барып екінші станцияға келгенде оған тәжірибе станциясын немесе әкелу станциясын қосыңыз. Одан кейін барып ең соңына қарай өзіндік станциясын қойыңыз. Яғни сіз баланың деңгейі бойынша, яғни сіз айтқан Блум таксономиясы бойынша оңай жеңілінен қиынға қарай жүргізу керек болады. Ал егер сіз мысалға бір топта сізде деңгейі жақсы балалар отырса, оған мұғалім станциясын ең соңына қойсаңыз болады. Ол жерде бірінші сіз өзіндік жұмысты немесе тәжірибе станциясын, әкелу станциясын қойып, ең соңында мұғалім станциясын қойғанда, өздері білім деңгейі жақсы балаларға сіз ең соңында барып сабақ түсіндіріп шаршамайсыз. Оларға тек кері байланыс бересіз, рефлексия жасайсыз, осал тұстары мен мықты тұстарын нақтылап көрсетіп кетесіз. Бұған да көңіл аударыңыз, өйткені егер сіз жаңағыдай білім деңгейі нашарлау оқушыға бірінші қиын станцияны беріп қойсаңыз, олардың сабақ басталғаннан ақ оқуға деген қызығушылығы жоқ болып қалады. Соның бәрін қаралап, саралап, бағдарлап, фасилитатор ретінде дұрыс топқа бөліп, дұрыс станцияға бөліп тапсырма берсеңіз, бұл 45 минутта жақсы сабақ нәтижесін көрсетеді. Әсіресе маған ұнайтын бұл жерде мұғалім станциясы.
сіз көрдіңіз бе, әр станцияға жеке жеке барғанда 5 баланың назарын өзіңізге аударасыз да 5 балаға жеке жеке тығыз қарым қатынаста сабақ түсіндіресіз. Түсінікті ма? Жақсы, кеттік ары қарай. Енді мұғалімнің рөлі жаңа айтып өттім, иә, сіз бұл жерде сіздің басты мақсатыңыз ұйымдастырушы ретінде. Сіз сабақтың барысында, басында бәрін түсіндіріп, ол бірінші сабақта, иә, бірінші рет жасағанда ол біз айтқандай оңай болып кетуі мүмкін емес. Өйткені ол балалар түсінбейді, бұл қалай істейтін, көп сұрақтар болады. Егер шыдамдылық танытып, аптасына 1 рет немесе тақырыбыңызға байланысты 2 рет, 3 рет, иә, немесе 2 аптада 1 рет, бұл тақырыпқа да байланысты. Тақырыпқа байланысты сіз осы сабақ моделін жүргізуді жолға қойсаңыз, онда балалар дағдыланып кетеді, сіз алдағы уақыттағы сабақтарыңызда өте ұтымды, тиімді және сапалы сабақ болады, нәтижелі сабақ болады. Сіз бірінші ұйымдастырасыз, бағыт беруші, яғни оқушыларға түсіндіресіз, былай жасайсың, былай жасайсың деген сияқты. Бұл жерде тағы да біздің ұтымды тұсымыз ол Акелюс бағдарламасы, планшеттерін пайдалану. Негізінде менің байқағаным, сіздер планшетті көп пайдаланбайсыздар, бірақ сіз соны планшетті пайдаланып дағдыға қойсаңыз, ол сіздің сабағыңызды едәуір жеңілдетеді және балаға да ол өте қызықты. Мысалға сіздің сабақ өтуге деген қызығушылығыңызды оқушы да көреді. Никуда. Хорошо отдыхается. Жақсы. Ары қарай. В понедельник уже учеба. Меруерт апай, сіздің микрофоныңыз қосылып қалды. Жақсы. Қандай артықшылықтарын байқадыңыздар мен түсіндірген бойынша? Жақсы, бұл сабақ моделінің... Осы артықшылықтың бәрін пайдалануға болады ғой? Иә, дұрыс айтасыз. Ол біріншіден белсенді оқу, әр бала ешқайсысы бір сабақтың уақытында, яғни 45 минуттың ішінде бос қалмайды. Ол бірінші мына тапсырманы, одан кейін мына тапсырма деген станцияларды ауыстырып отырғанда ол бала бүкіл сабақ бойы жұмыс істеп отырады. Одан кейін сіз оны жай кішірек сыныптар болса, оны жаңа станцияға бөлу дегеннің өзін әртүрлі қойсаңыз болады. Мысалы, Алматы қаласынан Астанаға барамыз, Астанадан Түркістанға барамыз, Түркістаннан Ресейге барамыз деген сияқты. Ол өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты әртүрлі етіп қызықтырып өткізуге болады. Жеке оқыту мүмкіндігі. Мысалға, біз кәдімгі қарапайым традиционный оқыту болғанда, біз не істейміз? Сабақтың барысында 10-15 минут грамматиканы түсіндіреміз. Ол кезде әрине сабаққа қарамай отыратын, сыныптың артында отырған балалар болады, олар сабаққа қарамайды. Ал сіз егер осы ротация станциясы бойынша өтетін болсаңыз, әр топтың қасына жеке барғанда, 5 баланың қасына отырғанда, ол міндетті түрде сізді тыңдайды. Тыңдағысы келмесе де сіз мәжбүрлі түрде ол тыңдайды сабақты. Өйткені сіздің бетпе-бет отырған бала информацияның, ақпараттың 100% болмаса да 70-80% қабылдайды. Ал сіз сабақ барысында кәдімгі қарапайым сынып ретінде топқа бөлмей, кәдімгі қарапайым күнде өтіп жүрген сабақ өтетін болсаңыз, ол сыныптың жартысынан көбі сабақты түсінбеуі мүмкін. Өйткені басқа балалар алаңдатады, ойы далада отырады деген сияқты. Бұл жерде мәжбүрлі түрде сабақты түсіндіре аласыз, оқушылардың мотивациясына арттыруға мүмкіндік бере аласыз. Өйткені топта әр станция, мысалы, айтып отырсыз, қазір Алматы станциясы, одан кейін Астана станциясы, қайсысы қалай жұмыс істеді деген сияқты мотивация, бағалау, оның бәрін өзіңіз жақсы ұйымдастырып алсаңыз, сабақтың уақытын тиімді пайдаланасыз. Енді мысал ретінде қарап көрейік. Мысалға, қалай іс жүзінде қалай жұмыс жасайды. Мысалға, тақырып daily routine ағылшын тілінде 5-6 сыныптарда ол бағдарламада бар. Сіз не істейсіз? Сыныпты 4-ке бөлдіңіз. Бірінші станция Акелюс, бірінші станция дедік. Бұл жерде Акелюс жеке жұмыс жасайды. Ол жерде қателеспесем А2 сабақтың 20-шы ма 25-ші сабағында осы daily routine деген тақырып бар. Сол тақырыпты алдын ала тауып аласыз, балаға көрсетесіз, ол жақтан қандай жұмыс жасайды. Ол тыңдалым, қайталау тапсырым. Қайталау, яғни тыңдап отырып ауызбен қайталайды, наушникпен жаңа сөздіктерді жаттайды.
тапсырмалар орындайды. ол жақта Акелюстің ішінде дайын тапсырмалар бар. Бұл жерде сіз уже ештеңе алдын ала жасамайсыз. Сіздің тек бірақ сізден талап ететін бірақ нәрсе ол алдын ала Акелюстан тауып қай сабақ екенін соны балаға айтсаңыз болды. Мысалға 18-ші сабақтың грамматика, матчинг тапсырма бөлімін орындайсыз дейсіз. Олар 10 минут бойы сол тапсырманы өздері орындап отырады, сол жерден қателерін көреді, бағалауын алады. Екінші станция ол мұғаліммен бірге. Сіз бұл жерде екінші топқа барып сабақты түсіндіресіз. Ол present simple болуы мүмкін, past simple болуы мүмкін, яғни тақырыптағы сол берілген daily routines'тің тақырыптың ішіндегі грамматиканы түсіндіріп бересіз. Оның мақсаты грамматиканы түсіндіру және сөйлемдерді пайдалану. Ары қарай үшінші станция ол топтық жұмыс. Бұл жерде балалар daily routine деген тақырыпна олар рөлдік ойындар ойнауы мүмкін, яғни диалог құрастырады, немесе бір журналист болып қалғандарынан сұхбат алады. Яғни бұл жердегі мақсат сіз сөйлеу дағдысын дамытасыз. Төртінші станция ол жеке жұмыс. Ол жерде балалар сөйлем құрауы мүмкін, сіз түсіндірген present simple бойынша эссе жазады кішігірім. Бұл жақта мақсат жазылым дағдысын дамыту. Яғни сіз бір сабақта сөйлеу дағдысын, жазылым дағдысын, грамматиканы және тыңдау және сөздік қорды дамыту. Яғни сіз жоқ дегенде 2, 3, 4 мақсатты бір сабақта алып шығасыз. Және әр бала осы станцияны кезек-кезек жасап шығады. Сұрақтарыңыз бар ма, ағылшын мұғалімдері? Ақмарал апай, түсінікті ма сізге? Жақсы, ары қарай кеттік. Енді орыс тілінде. Мысалға, орыс тілінде тағы да 5-6 класста сіздерде глагол и время глагола деген тақырып бар. Ол тақырып Акелюстің ішінде тағы да оның ішінде бар. Сіз тапсаңыз, сол Акелюс платформасының ішінен осы сабақ тауып аласыз. Бұл жерде де тура ағылшын тілінде айтқан сияқты, бірақ тақырыптар әртүрлі. Ол бірінші Акелюспен жұмыс жасайды, екіншісі өзіңіз түсіндіресіз, грамматиканы түсіндіресіз. Үшінші станция олар жеке топпен жұмыс жасайды, жұппен жұмыс жасайды. Ол жер тағы да сөйлеу дағдысын дамытады. Төртінші ол жеке жұмыста, ол жақта жазылым дағдысын дамытады. Әселхан апай, Меруерт апай, сұрақтарыңыз бар ма? Бірақ барлық сыныптың барлық тақырыбы енгізілген ба сонда Акелюста? Акелюсте барлық сыныптың барлық тақырыбы енгізілмеген. Сіз кейбір тақырыптар болмауы мүмкін. Және кейбір тақырыптар өкінішке орай, мысалға, грамматикасымен тапсырмалар сәйкес келмей қалатын кездер бар. Ол үшін сіз Акелюс платформасына кіресіз. Қазір сабақтың соңында бір көрсете салайын. Акелюс платформасына кіргенде указатель деп тұрады. Сол жерге кіріп, поисковикке тақырып жазасыз. Сол тақырып бар болса, ол сізге шығарып тұрады, соны пайдаланасыз. Егер жоқ болса, онда Акелюс платформасын қолданбай қойсаңыз да болады. Бұл ротация станцияда Акелюсті міндетті түрде пайдалану керек деген емес. Бірақ егер сол сіздің өтіп жатқан тақырыбыңыз болса, ол әрине нұр үстіне нұр болады, соны тағы да сабаққа кіріктірсеңіз болады. Көбінесе мен байқаған бойынша Акелюс жаңағы 6-шы, 7-ші, 8-ші сыныпқа дейінгі тақырыптардың көбісін қамтыған. Бірақ жаңағыдай грамматика мен тапсырмалардың кейбіреусі сәйкес келмеуі мүмкін. Мен ағылшын тілінен байқағаным сондай. Бірақ орыс тілінен кітап өзгеріп жатыр, КТП-лар бәрі түгел өзгеріп жатыр ғой. Ол тақырып грамматика мен берілген тапсырма бірдей болмауы мүмкін. Бірақ сіз сол тақырыпқа мысалға грамматика бөлімін жасаңдар деп сондай тапсырма берсеңіз, ол грамматика бөлімін ғана жасайды. Ал егер соған қатысты тапсырма іздеу керек болса, тағы да указательға кіріп тапсырма іздейсіз де, осы сабақтың мына тапсырмасын орындайсыз деп бересіз. Бұл жерде сәл-сәл кішкене жүйелі емес, бірақ барын тауып ұйымдастырсаңыз болады. Жалпы ротация, айта беріңіз. Жақсы. Ал бірақ әр кез келген тақырыпты осындай ротацияға бөлсеңіз болады. Біреусіне грамматика түсіндіресіз, біреусіне жеке тапсырма бересіз, біреуіне топтық жұмыс бересіз. И солай 45 минут бойы сіз әр оқушылардың рөлін ауыстырып отырасыз, станциясын ауыстырасыз, рөлін ауыстырасыз. Сонда бір бала бір күнде 4 түрлі тапсырма орындап шығады. Яғни 4 түрлі сабақ моделін көреді. Ол мұғаліммен жеке жұмысты жасайды, өзіндік жұмыс жасайды, топтық жұмыс жасайды және платформамен цифрлық оқуды сабаққа кіріктіреді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Түсінікті ма?
Қалай пайдаланасыз, пайдаланатын ба едіңіз? Кері байланыс берсеңіздер болады. Осыған дейін білдіңіз бе, не білдіңіз, қызық болды ма, қиын ба, түсініксіз бе, сабақта қалай пайдалана аласыз? Платформасын балаларға оңай тапсырмалар, жаңағы үлгерімі төмен оқушыларға жақсы ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені ол жерде тапсырмалары оңай әкелісті. Және ол бірінші кезекте ол сабаққа деген қызығушылығы аз төмен оқушыларды сабаққа бейін, яғни бет бұруға жақсы септігін тигізеді. Өйткені көбісі ойын түрінде. Яғни цифрлық ойын сияқты платформа. Және ойнап отырып сабақ үйренуге жақсы жүйелі жасалды. Жүйелі емес енді, бірақ жалпы қызықты құрылымы әртүрлі жасалған. Оның ішінде ән айтады, тапсырма орындайды. Сосын сіздер shadowing эффект дейді ғой, яғни тыңдап қайталау. Сіздерде мысалға инклюзивті оқушылар болуы мүмкін, немесе шетелден келген қандас оқушылар, олар ағылшын тілін немесе орыс тілін мүлде айта алмайды, тілдері келмейді. Сол себепті сіздер Акелюс планшетін беріп, наушниктарын құлақтарына тағып, тыңдап қайталау тапсырмасын орындата берсеңіз, ол естігенін айтып, мынау дыбыстау, олардың дыбысталуы да бөлек. Бізде қазақ тілінде, орыс тілінде дауыстың өкпеден шығу, тамақтан шығу деген сияқты әртүрлі, ол тілге байланысты. Қытайдан келген оқушылардың айтылуы, произношениесі мүлде тілге келмейді, тілдері келмейді да. Сондай кезде сіздер жаңағы тыңдап қайталау, ән айтқызу деген сияқты көп тапсырма беру арқылы сәл де болса баланың деңгейін, білім деңгейін көтеруге септіктеріңізді тигізе аласыздар. Әрқайсыңыз бір кішігірім кері байланыс берсеңіз, сабағымызды аяқтайық. Жақсы, бәрі түсінікті. Пайдаланамыз енді сабағымызда. Рахмет. Еркемай саған. Рахмет апай, белсенділік. Жақсы түсіндірдің. Біз енді ай сайын, айына 2 рет кемінде осындай семинар өткізіп тұруға міндеттіміз. Сондықтан әрдайым қатысып, белсенділік танытуларыңызды сұраймын. Түркістан Қазір біздің мектеп қана қатысып отыр ма? Түркістан мен Алматы 2 мектеп, бірақ толық емес. Біздің мектепте 6 мұғалім, 3-еуміз отырмыз, Түркістаннан 2 мұғалім отыр. Ақмарал апай, мен сіздерге Түркістанға 14 сәуір барамын, сабақтарыңызға қатысамын. Сол кезде осындай әртүрлі сабақ моделін пайдалансаңыздар, өздеріңізге жақсы пікір қалдырар, өздеріңіз туралы жақсы пікір қалдыратын едіңіздер. Сіздерге ескертілді ма? Өткенде оқу завучымыз айтқан болатын, келеді деп. Біз сіздердің мектептеріңізге барамыз, сабақтарыңызға қатысамыз. Акелюс платформасы бойынша қандай сұрақтарыңыз бар, сол бойынша талқылаймыз. Сабақта қалай кіріктіріп жатырсыз, сол бойынша біз сіздердің сабақтарыңызға кері байланыс беріп, отчет жазып кетеміз. Соған дайын болыңыздар. Жарайды, оған дейін сұрақтарыңыз болса, сізге қойып, әдіс алмасуға болады ғой, иә? Әрине. Одан кейін сол күні өтетін сабақтарыңыздың сабақ жоспарларыңызды егер түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, сұрасаңыз, мен 24-те 7 жауап беруге дайынмын. Рахмет сізге. Сабақтарыңызға сәттілік, жақсы өткізіңіздер. Осы 90 бәрімізге жеңіліне болсын. Жақсы, рахмет қосылғандарыңызға, сау болыңыздар. Рахмет сізге де, жақсы рахмет. Сау болыңыз.